Ассалаумағалейкум қазақ елі. Халықаралық саясатта соңғы жылдары ең көп талқыланатын тақырыптардың бірі ақш пен Иран арасындағы шиеленіс. Бұл екі елдің қарым-қатынасы ондаған жылдар бойы күрделі болып келді. Алайда соңғы мәлімдемелер мен әскери әрекеттер бұл қатынастың жаңа әрі қауіпті кезеңге өткенін көрсетеді. Америка Құрама Штаттары президенті Дональд Трамптың Fox News радиосына берген сұхбаты әлемдік қауымдастықтың назарын тағы да осы мәселеге аударғандай. Оның сөздерінен бір жағынан қақтығыстың ұзаққа созылмайтынына сенім байқалса, екінші жағынан жағдайдың қаншалықты тұрақсыз екенін де аңғаруға болатын сияқты. Дональд Трамп сұхбат барысында Америка Құрама Штаттары мен Израильдің Иранға жасаған әскери шабуылдары туралы пікір білдірді. Журналистер одан соғыс қашан аяқталуы мүмкін екенін сұрағанда, ол нақты уақыт айтудан бас тартты. Дегенмен өзінің ішкі түйсігі бұл қақтығыстың ұзаққа бармайтынын айтып тұрғанын жеткізді. Саясаткердің бұл жауабы көпшілік үшін нақты жоспардан гөрі интуицияға негізделген пікір сияқты көрінді. Әдетте халықаралық саясатта мұндай маңызды мәселелер нақты стратегия мен келіссөздер арқылы шешіледі. Сондықтан оның соғыс менің ішкі түйсігім айтқан кезде аяқталады деген сөзі сарапшылар арасында түрлі пікір туғызды. Біреулер мұны сенімділік белгісі деп қабылдаса, енді біреулері мұны нақты жоспардың жоқтығымен байланыстырды. Сұхбат барысында Америка Құрама Штаттарының Парсы шығанағындағы маңызды стратегиялық нүкте Харк аралына қатысты ықтимал әрекеттері де сөз болды. Харк аралы Иран мұнайының басым бөлігі экспортталатын маңызды аймақ. Егер бұл арал бақылауға алынса, Иран экономикасына үлкен соққы болуы мүмкін. Дегенмен Трамп бұл сұраққа нақты жауап бермеді. Ол бұл мәселе қарастырылып жатқан көптеген нұсқалардың бір екенін ғана айтты. Сонымен қатар өзінің пікірін бірнеше секундтың ішінде өзгерте алатынын жеткізді. Бұл саясаттағы белгісіздік пен жағдайдың тез өзгеруі мүмкін екенін көрсетеді. Америка Құрама Штаттары президентінің тағы бір мәлімдемесі Иранның әскери әлеуетіне жасалған соққылар туралы болды. Оның айтуынша, Америка Құрама Штаттары Иранның зымыран жүйелері, әскери флот, ядролық инфрақұрылым және радар жүйелеріне айтарлықтай зиян келтірген екен. Трамп мұнымен тоқтап қалмайтынын, әрі қарай одан да қатты қуатты соққы жасалуы мүмкін екенін айтты. Сонымен бірге Трамп Америка Құрама Штаттары Иранға толық күшпен шабуыл жасап отырған жоқ деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Америка қаласа Иран инфрақұрылымына әлде қайда ауыр соққы бере алар еді. Мысалы, электр станцияларын істен шығарып, елдің экономикалық жүйесін толық күйретуге мүмкіндік бар екенін айтты. Алайда Америка Құрама Штаттары мұндай қадамға әдейі бармай отырғанын, жұмсақтық танытып жатқанын атап өтті. Бұл сөздер Вашингтонның әскери қысымды сақтай отырып, толық ауқымды соғысқа бармауға тырысып отырғанын көрсетуі мүмкін. Сұхбат барысында Ирандағы саяси жағдайда қозғалды. Трамп Ирандағы қазіргі билік ұзақ уақыт сақталмауы мүмкін екенін айтты. Оның пікірінше, елдегі режим бір күні құлайды, бірақ бұл жақын арада болмауы мүмкін. Сонымен қатар ол ирандықтардың көшеге шығуы керек екенін айтып, халықтың наразылық білдіру мүмкіндігі туралы пікір білдірді. Алайда мұндай жағдайдың оңай емес екенін де мойындады. Өйткені Ирандағы саяси жүйе қатаң бақылауға негізделген. Трамп сондай-ақ Иранның бұрынғы жоғарғы көшбасшысы Али Хаменейдің ұлы Моджтаба Хаменейге қатысты ақпараттарға тоқталды. Кейбір деректерге сәйкес, ол Америка Құрама Штаттары мен Израильдің шабуылдары кезінде жараланған болуы мүмкін. Америка Құрама Штаттары президенті бұл ақпарат толық расталмағанын айтқанымен, оның тірі екені, бірақ жарақат алған болуы мүмкін екенін жеткізді. Геосаяси тұрғыдан тағы бір маңызды мәселе Ресейдің позициясы. Трамп, Ресей президенті Владимир Путин Иранға белгілі бір деңгейде көмек көрсетуі мүмкін екенін айтты. Ресей мен Иран соңғы жылдары бірқатар аймақтық мәселелерде серіктес ретінде көрініп жүр. Сонымен қатар Трамп
Америка құрама штаттары қазіргі уақытта Ирандағы байытылған уранды күшпен тартып алу жөніндегі әскери операцияға назар аударып отырған жоқ екенін айтты. Бірақ болашақта мұндай мүмкіндік қарастырылуы мүмкін екенін де жоққа шығармады. Бұл ядролық мәселенің әлде халықаралық саясаттағы негізгі факторлардың бірі екенін көрсетеді. Сұхбаттың соңғы бөлігінде Трамп Америка құрама штаттарының ішкі қауіпсіздігі туралы да айтты. Ол бұрынғы президент Джо Байденнің көші-қон саясатын сынға алып, оның басқару кезеңінде көптеген ирандықтар Америка құрама штаттарына кіріп кетуі мүмкін екенін мәлімдеді. Тіпті ел ішінде 1700-ден астам ұйқыдағы жасырын топтар болуы мүмкін деген болжам айтты. Бірақ нақты дәлел келтірмеді. Жалпы алғанда бұл жағдай халықаралық саясаттың қаншалықты күрделі екенін көрсетеді. Америка құрама штаттары бір жағынан Иранға қысым жасап отыр. Ал екінші жағынан толық ауқымды соғыстан аулақ болуға тырысатын сияқты. Әлем елдері бұл жағдайдың қалай өрбитінін мұқият бақылап отыр. Себебі мұндай геосаяси қақтығыстар бүкіл халықаралық қауымдастықтың болашағына әсер етуі мүмкін. Қорытындылай келе, Америка құрама штаттары мен Иран арасындағы қазіргі шиеленіс тек екі мемлекеттің арасындағы қарапайым дау емес. Әлемдік саясаттағы маңызды геосаяси мәселе. Бұл қақтығыс таяу шығыстағы күштер тепе-теңдігіне, халықаралық қауіпсіздікке және әлем экономикасына тікелей әсер етуі мүмкін. Соңғы мәлімдемелер мен әскери әрекеттер жағдайдың әлде тұрақсыз екенін көрсетеді. Бір жағынан тараптар күш көрсету арқылы қысым жасап отыр. Екінші жағынан толық ауқымды соғыстың алдын алуға тырысатын белгілер де байқалады. Бұл халықаралық саясаттағы күрделі дипломатиялық ойынның жалғасып жатқанын білдіреді. Сарапшылардың пікірінше, мұндай қақтығыстардың ең тиімді шешімі дипломатиялық келіссөздер. Егер Америка құрама штаттары мен Иран келіссөз үстеліне отырып, өзара түсіністікке қол жеткізе алса, аймақтағы тұрақтылықты сақтауға мүмкіндік туар еді. Ал әскери қақтығыстың күшеюі бүкіл аймақ үшін ауыр салдарға алып келуі мүмкін. Сондықтан халықаралық қауымдастық бұл жағдайды ерекше назарда ұстап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропалық одақ және басқа да ұйымдар тараптарды сабырлыққа шақырып, бейбіт жолмен шешім табудың маңыздылығын атап өтуде. Бұл тек аймақтық емес, жаһандық қауіпсіздік мәселесіне айналып отқандай. Ақырында Америка құрама штаттары мен Иран арасындағы жағдайдың қалай шешілетіні уақыттың еншісінде. Дональд Трамп қақтығыс ұзаққа созылмайтынына сенімді екенін айтқанымен, нақты шешім мен тұрақтылыққа жету үшін саяси ерік, дипломатиялық келіссөздер және халықаралық ынтымақтастық қажет. Тек сол кезде ғана аймақта бейбітшілік пен тұрақтылық орнауы мүмкін.